Сәлем құрметті оқушы! Бүгін біз математика сабағынан нүктенің координаталары және қозғалыс бағыты деген тақырыпты өтеміз. Сабағымыздың мақсаты координаталарды анықтауды үйрену. Ендеше бірінші тапсырма. Берілген координаталар картадағы нысандардың қайсына сәйкес келеді? Біріншісіне назар аударамыз. Бірінші 8 және де 7. Кәнекей 8 міне 7, яғни тігінен көлденеңінен 2 санды тауып алдық. Ал енді екеуінің қиылысқан жерін қарайық. Нүктемен алып келдім. Я, бұл саябақ орны екен. Тағы да біреуін 1 және де 9. Ал кәнекей 1-ді қараймыз. Және де 9. Екеуінің қиылысқан жері қайсы екен? Бұл мектеп екен. Тамаша. Ал енді тура осылай 3, 4, 5 тапсырмаларды орындау қажет. Ал енді ә нұсқасын қараса, дүкеннің және саябақтың, вокзалдың координаталарын атау қажет. Мысалы, дүкенді тауып аламыз, дүкенді көріп тұрмыз. Дүкеніміздің координатасы қиылысқан жері 2, 14, яғни 2, 14 деп жазамыз. Ал енді саябақ және вокзалдың координатасы қалай болады? Екінші тапсырма, әріптердің координаталарын анықта. Ендеше А деген нүктенің координатасын табайық. Қай сандармен бойында қиылысып тұр? 2 және де 1 жазамыз. 2, 1. Ал енді екінші суретте мысалы Д нүктесі. Д нүктесін тауып аламыз. Қай сандардың жазықтығында жатыр екен? Оны үзік сызықпен белгілеп қарап аламыз. 4, 1. 1 және де 4 деп жазамыз. Міне, координаталық нүкте арқылы табуды үйрендік па? Тамаша. Үшінші тапсырма сызбасыз. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 8 сантиметр. Яғни мына тіктөртбұрыш 8 сантиметр болу керек. Ал ені 4 сантиметр. Сызба салып алғаннан кейін тура суреттегідей шеңберлерді сызу үшін бізге нені білу қажет? Кәнекей ойланайық. Ол үшін біз 2 шеңбер тура тіктөртбұрыштың ортасынан келіп тұр екен. Енді бізге шеңберді сызу үшін әрине оның О нүктесінен бастаймыз. Дәл ортасынан, центрінен. Оны білу үшін біз не істеуіміз керек? О нүктесінен мына шеңбердің шетіне дейінгі аралықты, яғни радиусты білуіміз қажет. Ал оны қалай білеміз? Кәнекей ойланып көр. Төртінші тапсырма, кесте бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Қосылғыш, қосындының мәні. Әрине қосу амалы екен. 40 пен 60-тың қосындысына біз 50-ді қосуымыз қажет. 0-мен аяқталатын сандарды қосу жеңіл. 6-ға 4-ті қосамыз 10, 0-ді тіркейміз 100. 100-ге 50-ді қоссақ, әрине 150. Ал енді екінші өрнек. 300-ге 300-ді қосамыз. Оған 360 пен 90-ның айырмасын қосамыз. Міне, екі өрнек, яғни екі жақшалы өрнек. Тура осындай 4-ші есептің ә нұсқасында, бірақ азайту амалына берілген екен. 800 азайту жақшаның ішіне 400 бен 220-ның қосындысын аламыз. Тура осылай екінші және үшінші бағанын орындап мәнін табу қажет. 6-шы тапсырма, көп бұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың периметрін тап. Жалпы периметр дегеніміз барлық қабырғаның қосындысы. Ендеше А, мына жерде А, В, С, Д. Қарап тұрғандай С мен Д қабырғалары бір-біріне тең. Ендеше А қабырғасы неше сантиметр? 9 сантиметр.
В қабырғасы 6 сантиметр, ал енді С қабырғасы бізде 3 сантиметр. Периметрін табу формуласын жазайық. А қосу В қосу С көбейту 2. Неге мен С-ны 2-ге көбейттім? Себебі С деген қабырғасы ол бір-біріне қарама қарсы тұрған қабырғалары бір-біріне тең болып тұр. Сондықтан оны 2-ге көбейттім. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.